Үндістанда жыл сайын улану 100 мыңдаған адамға әсер етеді. Уланудың алдын алу және оған жауап беру жолдарын үйренейік. Бұл бейнеде біз сізге симптомдар, емдеу және алдын алу туралы нұсқаулық береміз. Улану бұл әртүрлі дәрілерді, химиялық заттарды, уыттарды немесе газдарды жұту, дем алу, ұстау немесе инъекциялау нәтижесінде пайда болатын жарақат немесе өлім. Үндістанда жыл сайын 300 мыңнан астам улану жағдайы тіркеледі. Үндістанда жыл сайын уланудан 70 мың өлім жағдайы орын алады. Оның 70 пестицидтермен уланудан болады. Ауылдық жерлерде ауыл шаруашылығында қолданылатын пестицидтер және үйдегі емдеу әдістері мен шөптік дәрілерге көбірек сенім арту сияқты факторлардан улану жиілігі жоғары болуы мүмкін. Ауылдық жерлерде 12 жасқа дейінгі балалар ең осал болып табылады. Келіңіздер, уланудың жалпы түрлері туралы сөйлесейік. Бірінші түрі азық-түлікпен улану. Бұл көбінесе ластанған азық-түлік пен судан болады. Сыртта тамақтану тарихы, содан кейін іш өту, құсу, қызба және іштің ауруы сияқты белгілер болады. Екінші түрі пестицидтермен улану. Оған ауылдық жерлердегі үйлер мен фермаларда қолданылатын инсектицидтер, гербицидтер кіреді. Олардың көпшілігі органофосфорлы улану болып табылады. Бұл жағдайлардың 70 пестицидтермен уланудан болады. Қалған жағдайлар кездейсоқ сипатта болады. Көбінесе 12 жасқа дейінгі балаларда кездеседі. Үшінші түрі дәрі-дәрмекпен улану. Бұл әдейі немесе кездейсоқ болуы мүмкін. Бұл тағайындалған дәрі-дәрмектер немесе рецептсіз дәрі-дәрмектер болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда бұл кездейсоқ болады. Бұрын айтқанымдай 12 жасқа дейінгі балалар жас тобында. Төртінші түрі жылан шағуымен улану. Бұл Үндістанда өте жиі кездеседі. Үндістанда жылан түрлерінің шамамен 15-тен 70 улы, ал қалған 80-і улы емес. Олардың ішінде улы түрлерден тек кейбіреулері, мысалы кобра, крайт, расселдің жыланы және аралып жылан медициналық тұрғыдан адамдарға қауіпті деп саналады. Қалғандары қауіпті емес. Уланудың белгілері мен симптомдарына келетін болса, жүрек айну, құсу, іштің ауруы, бас айналу, жайсыздық сезімі, кеуде ауруы, мінез құлықтың өзгеруі, тыныс алудың қиындауы, ауыр жағдайларда құрысу және ауыр жағдайларда науқас иісінен танып қалуы мүмкін. Енді алғашқы көмекпен емдеуді қарастырайық. Ең бірінші және маңыздысы жедел жәрдем қызметін дереу шақырып науқасты мүмкіндігінше тезірек жақын ауруханаға жеткізу. Мүмкін болса улы затты анықтаңыз. Үшінші нүкте, дәрігер кеңес бермесе құсуды тудырмаңыз. Айталаймын, құсуды тудырмаңыз. Төртінші, медициналық көмек келгенше науқасты тыныш және қозғалмай ұстаңыз. Енді алдын алу кеңестерін қарастырайық. Біріншісі, қауіпсіз сақтау, яғни пестицидтер мен химиялық заттарды әрқашан балалардың қолы жетпейтін жоғары шкафқа құлыптап қойыңыз. Екінші нүкте, дәрілеріңізді түпнұсқа қаптамасында құлыптап сақтаңыз және оларды құлыпталған шкафтарда, тартпаларда сақтаңыз. Жарамдылық мерзімі өткенде оларды тастаңыз. Үшінші, азық-түлікпен жұмыс істеу. Әрқашан тамақ пісірер алдында және тамақ ішер алдында қолыңызды жуыңыз. Тамақты дұрыс температурада сақтаңыз. Жаңа тағам өмірімізді сақтайды. Төртінші, балаларыңызды қадағалаңыз. Балаларыңыз химиялық заттар немесе дәрілердің жанында болғанда әрқашан оларды бақылаңыз. Балаларыңызды улану қаупі туралы оқытыңыз. Бұл біздің болашағымызды қорғайды. Бесінші, жапсырмаларды мұқият оқыңыз. Өнім жапсырмаларындағы ескерту белгілерін әрқашан түсініңіз. Қолдану немесе сақтау нұсқауларын орындаңыз. Мұндай білім кездейсоқ уланудың алдын алады. Сондықтан бірге біз Үндістандағы улану жағдайларын азайта аламыз. Сананы арттырыңыз, өмірді сақтаңыз.
және бұл бейнені жақындарыңызбен бөлісіңіз. Көргеніңіз үшін көп рахмет. Наймайсыз.